Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Бүгін еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының сессиясында сөз сөйлейді деп күтілуде. Қазір біз осы оқиғаға байланысты бүгінгі хабарымызда жалпы Біріккен ұлттар ұйымының рөлі жөнінде жан-жақты талқылайтын боламыз. Сонымен қатар біз бүгінгі хабарымызда кеше ғана президенттің осы Америка құрама штаттарында іскерлік топтармен, түрлі компаниялардың басшыларымен өткізген кездесулері жөнінде де жан-жақты сараптама жасаймыз. Сонымен біздің бүгінгі хабарымыздың қонақтарымен таныстыра кетейін. Сауытбек Абдрахманов, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Әсел Назарбетова, Қазақстан Республикасы президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының сарапшысы. Ризат Елубаев, Қазақстан қоғамдық даму институтының сарапшысы. Және белгілі экономист Мақсат Халық. Қадірменді спикерлер, сіздерге бүгінгі біздің хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Енді мен Әсел ханым сізге қояйын келесі сұрағымды. Жалпы және Сауытбек ағамыз да айтып өтті ғой, оның алдындағы сарапшымыз да атап өтті. Мысалға қазір Біріккен ұлттар ұйымының осы әлемдік қауіпсіздік сақтаудағы геосаяси жағдайлардың қалыптасуына, оны реттеуге байланысты Біріккен ұлттар ұйымына сыни пікірлер де көп айтылып жатыр. Жалпы сіздің ойыңыз қандай? Бұл мәселемен келісесіз бе? Әрине, енді бүгінгі таңда ғана емес, бұл көптен келе жатқан әңгіме, яғни біз Қырғи қабақ соғысы аяқталғаннан кейін, биполярлы жүйе құлағаннан кейін бұл ұйымның қаншалықты қажетті екендігі туралы мәселе осы 90-шы жылдардан бері көтеріп келе жатыр. Бірақ енді қазіргі таңда, қазіргі болып жатырған жағдай, яғни халықаралық қатынастардың өте бір күрделі кезеңдегі жағдайы бұл ұйымның қажет екендігін көрсетеді. Біз қазір жалпы әлем екі дүниежүзілік соғыстың арасындағы уақытпен қазір ұқсас болып отыр. Сондай бір қиын жағдайда отыр. Сондықтан да бұл универсалды, яғни әлемнің барлық мемлекеттері кіретін жалғыз осындай халықаралық ұйым болғандықтан, әрине бұл ұйымның рөлі маңызды. Бірақ енді Біріккен ұлттар ұйымы бұл мәселені шешетін алаң емес, бұл негізі сол мәселелер талқылайтын алаң. Яғни әр мемлекет өзінің осы жалпы бас ассамблеяның сессиясының өзінің ерекшелігі бұл бір күндік қана шара емес. Ол мысалы әр жылдың 13-26 қыркүйегінің ортасында өтетін жиын. Яғни бұл әртүрлі форматтағы кездесулер, талқылаулар өтетін сессия. Бұл сессияның барысында біздің мысалы қазіргі мемлекет басшысы сөз алатын, ол жалпы дебаттыңға қатысатын, бұл биылғы таңда 92 мемлекеттің басшылары, яғни президенттері, немесе премьер-министрлері. Олардың әрқайсының өзінің күн тәртібі бар, әрқайсының өзінің маңызды мәселелері бар. Егер біз еске алатын болсақ, 2019 жылы Қасым-Жомарт Кемелұлы алғаш президент болған жылы, осы бас ассамблеяның сессиясында осындай сөз алған кезде, ол біздің Орталық Азия аймағындағы көптеген мәселелерге жалпы халықаралық қауымдастықтың көңілін аударған болатын. Бүгінгі таңда да енді өте өзекті мәселелерді көтереді деп біз сенімдіміз. Оның ең бастылары ол әрине ол қауіпсіздік мәселесі, қазіргі таңда халықаралық қауіпсіздік мәселесі, одан кейінгі теңсіздік мәселесі. Бұл теңсіздік мемлекеттің жалпы ішкі саясатындағы теңсіздік, жалпы мемлекеттердің арасындағы теңсіздіктің қазіргі таңда қандай мәселелерге, ушығатын мәселелерге алып келетіндігінде біз көріп отырмыз қарама-қайшылықтарға. Сондықтан да қазіргі таңда бұл Біріккен ұлттар ұйымының біз және пандемия кезінде де рөлін көрдік. Осы Біріккен ұлттар ұйымының реттеуі арқылы, олардың яғни өзінің реттеуші функциясын атқару арқылы көптеген мәселелерді мемлекеттердің арасындағы яғни шешуге, яғни гуманитарлық көмек көрсетуге жағдайлар туғызылып отырды.